Барлығы бір мезетте вируспен ауырды. Біз де елден қалмай ауырып қалдық. Бір жағынан тамақ пісіруге күш болмай, екінші жағынан тез жазылу мақсатында ащы рамен пісіріп жедік. Мен өзіме осындай сырный түрін, ал күйеуім китайский лапша жақсы көреді. Күніне бір-ақ рет чай ішетінбіз, ал енді малина мен чайды күніне 5 мезгіл іштік. Ауырған кезде ыстық ішкім келіп тұрады. Витамин С ретінде күйеуім апельсинді үйге толтыруға келді. Жазылуымыздың бірде-бір себебі енем осындай система салып берді. 2 күн алғасын жақсы болып қалдым. TikTok дамыту сабағыма қатысып жатқан ученицам Үміт маған осындай доставка жіберіпті. Көріп бір марқайып қалдым. Ауырып, көңіл күйім болмағанда күшті екен. Міне осындай тәттілер. Өзім жазылғанымен балалардың қал-жағдайы нашарлап кетті. Дене қызулары 39-дан асып кеткендіктен жедел жәрдем шақырып больницаға жатуға тура келді. Бірінші күні таңғы асқа осындай каша, нан мен май және ірімшік. Үлкен қызым күні бойы ештеңе жемегендіктен катетер қойып, оған 4 түрлі система салынды. Тым әлсіз болып күні бойы ұйықтады. Түскі асқа ет және гречка және осындай сорпа. Өзім де тамағымды шайқап, емімді жалғастырдым. Кешкі асқа Айнұр құрбым осындай доставка жіберді. Өзім осылай тамақтанып алдым. Үлкен қызым ештеңе жемей тек құса бергесін УЗИ-ға да түсірді. Біздің палатамыз 4 адамдық. Бір қуантарлығы қасымызда ешкім болмады. Өзіміз жаттық. Жөтел өте қатты болғандықтан күніне 3 мезгіл ингаляция жасалды. 3-ші күніміз осылай өтті. Больницаның тамағы тойымды болды. Емнің 4-ші күні. Күнде әртүрлі сорпа келеді. Больницаның кашасы өте дәмді. Одан бөлек күйеуім де келіп, керек заттарымызбен тамағымызды келіп берді. Балаларыма компот қатты ұнады. Ал таңертеңгісін түсте кешке жасалатын ауызға бір ботка дым ұнамады. Күнде 2 мезгіл келіп укол салғанда да осылай жылайды. 5-ші күні тәуір болып, балалар іші пысқаннан раскраска бояп, күйеуім үйден әкелген ойыншықтармен ойнады. Ол күні мамам да осындай тамақ әкелді. Балалардың сүйіп жейтін блинчигі мен пиццасы. Толық жазылмасақ та 6-ші күні үйімізді сағынып қайттық. Вирус бәле болды, я.